Тіресек сахнада тіл жақпенен, уақытты өткізбей қыл жақпенен, өмірді екі жақты болғанменен, бір жан жаңа айтты ғой бір жақты өлең. Мені шатастырмаңдар нұрзатпенен, алдайсалар сахнада бір затпенен. Шап деп жатыр осы жерде ағайындар, шамамның келгенше тыңдап көрем. Алтынның талайында алып жүрміз, алғыс алсаң әрине жырғап көрем. Қолым түсіп қалғанша қол ұрсаңдар, жағым түсіп қалғанша жырлап берем. Айқай сәт келсе сәйгүліктей көсілетін, өлең айтса өкпесі тесілетін. Ақындар аулыңа келді ағайын, шешендігі топ көрсе шешілетін. Отырар Фарабилер шыққан өлке, том-том қып тастап кеткен өсиетін. Халықсыңдар өзгеден өрісіген, тек қана бір Аллаға бас иетін. Тәушенге айтыс жасап бүгін міне, ардақтап жатырсыздар қасиетін. Ассалаумағалейкум ағайындар, адалдан теріп жеген несібесін. Жауына жауар бұлттай түнергенмен, мейманға жібектей боп есілетін. Таланттың тауын жұқпас халықсыздар, қоңынан берсе дағы кесіп етін. Құлының құлагер қып топқа қосып, шыбығын шынар қылып өсіретін. Айқай қылыштың қол созғандай қайқысына келсеңде қаймықпаспын қай тұсыңа. Дәл бүгін шәуілдірге жиналыпты, ақынның серісі де шайқысы да. Шойбекіп бұйырыпты бүгін міне біздегі тармаңдайдың тайқысына. Сыр Алаштың анасы деген сөз бар, мақал боп тарап кеткен жалпы сірә. Алағайын ендеше қолыңды соқ, үнсіз қалмас отырар халқы сірә. Алаштың анасынан келіп тұрмын, Тәушендей анамыздың айтысын. Айқай ер белгісі елінде даласында, зер белгісі құнында бағасында. Отырардың 1000 жылдық тарихы бар, өшпейтұғын қазақтың санасында. Үш жұп жаңа үлгеріп айтып кетті, бұл елдің заңғарында данасында. Қайталап айтқанменен не шығады, қайнатқанмен май шықпас қара суға. Шежірені халықтан көп білмейміз, сондықтан да бас артық аласұрма. Талдап түстеп тарқатып айта алмаса, тарих менің ойнайтын ағашым ба. Түгендеп көп отырсақ таң атады, бұл елдің баласында, бабасында. Бір білерім қаншама заңғарлар бар, отырарда арыстың жағасында. Кешегі Әл-Фараби ақсақал мен ақсақал Дәуреннің арасында. Айқай бекесізбен қанша рет қағысыппын, тартысыппын, артынан табысыппын. Ең алғаш шәкіртің боп ізің еріп, шапаның шалғайына жабысыппын. Содан бері 100 рет айтысты қал, астарын ақтамадық әлі шықтың. Бүгін міне еліңе алып келдің, Тәушеннің айтысында қауышыппын. Әл-Фараби әлемде екінші ұстаз, тарихтан білер көріп танысыптым. Ағайын қолдап демеп отырыңдар, бұл да бір жібермейтін шаны соқтым. Екінші ұстазыңның еліне кеп, бірінші ұстазыммен тағы шықтым. Айқай маңдайдан сыпырғанда жақып терді,
аузымнан төгетінім ақық болды. Көтерейік ендеше қалайықты, көңілсіз қып алмайық бақыт делді. Сізде де менен басқа қарсылас жоқ, таңдайын талайларды татып көрді. Менде де сізден басқа қарсылас жоқ, еңсемде езілген жоқ, ятып делді. Шойбеков пен шайқасын Ниязовты қалайық тұрып көрді, жатып көрді. Осы екеуміз айтысқаннан мүйіз шықса, халық талай қызыққа батып келді. Арқардай боп айналып мүйізіміз, арқамызды қажайтын уақыт болды. Айқаяғы жабыспай бауырға көк талақ құсап, қарсыласты ұстай қамап тұсап. Домбыра болсаң аға сөйлетейін, мен соның көмейінде шанақ құсап. Манап пен Тәушен апам қатар жүрген, қалжыңдасып халыққа қарапты шап. Шәуілдірге мойнымды созып келдім, азан айтса жүгірген арап құсап. Тәушені бар дегенде, Тәушені бар деп тұрған айтыстарға мұрнын созып жүгірген манап құсап. Айқаяғы айқаяғы биіктердің, отанысың қаншама иықтердің. Туған жерге тамырын бойлаған соң, туған елге басымды иіп келдім. Қошеметін сезінген қандай бақыт, қол соғудан талмайтын сүйіктердің. Қара табан кезімнен қамқор болып, қар өлеңді кеудеме құйып бердің. Мұндай тойға жай келген жарамас деп, алталаштың ақынын жиып келдім. Отырардан 30 бап шыққандығын бәрінің құлағына құйып келдім. Рахмет сонша ақынның арасынан бізге де 30 минут қиып бердің. Айтыс деген қайнаған майдан болса, тәуекел ыстығына күйіп көрдім. 90 жылдық тойына апамыздың 90 ауыз сөзімді түйіп келдім. Айқаяғы апамыз сүрелетті, қайындатты, түрелеп дүрелеуден тайынбапты. Өзінің тұстастарын Тәушен апам алмастай сөзіменен сойып жатты. Бүгінгінің тілімен айтар болсақ, мықтыларды орнына қойып жатты. Апамменен айтысқан көкен ақын бет алды әрекетке бой ұрмапты. Манап ақын Тәушенжан жарайсың деп апамның дарынына қайыл қапты. Атақты Әшірәлі Айталиев дәріптеп дәмді сөзін дайындапты. Тамсанып өңшен халық ақындары ақынның парасатын пайымдапты. Тәушен апам кеудесін желгермеген талайлардың кемесін қайырлатты. Жерді жарған атағы болған менен атақтының барлығын мойындатты. Айқаяғы өнерпаз өрендердің панасындай әлемде сарай бар ма дәл осындай. Әл-Фараби сарайы ән сарай ғой, аңсаған адамдар аңсағанын табатындай. Ең алғашқы ақындар мектебі де осы жерде ашылған дарашындай. Әселхан мен Қаныбек бәрімізге қуат берген құстың қос қанатындай. Бұл жерде Көпбай атам өлең айтқан, керіліп қолындағы қара сырнай. Бұл жерде Шынболат пен Қонысбайлар қар өлеңді ағызған қара судай. Бұл залда Әбдікерім Әсиялар бақсын
жерде Қаныбектер жыр оқыған күркіреп күрдеңізді жаратындай. Әсері ерекше ғой бұл сарайдың, әдемі сәттерді еске салатындай. Жалтақ-жалтақ қараймын жан-жағыма, жұрт күтпеген оқиға болатындай. Тәушеннің тойы менсіз өтеме деп, Әселхан апам кіріп қалатындай. Көңілінде бізге деген алағат жоқ, тілінде артық ауыз балағат жоқ. Ассалаумағалейкум мұхтарыным, жүрмісің еліңде сау саламат боп. Ай-мүйізің арқаңа қадалғанда, арқардай отырсың ба қаламат боп. Мен саған баяғыда айтушем ғой, күшіңді жұмсасай деп шамалап деп. Күшіңді егер шамалап жұмсамасаң, өз мүйізің өзіңе қадалат деп. Ағаңа келіп тұрма тиіскің ақ, құрастырып алыпсың тиіс сұрақ. Арқаңа мүйіз келсе тамаша ғой, Құдай солай қиыннан қиыстырады. Біреулермен айтыстан түк шықпайды, бекарыспен айтыстан мүйіз шығады. Қуанды мұхтар маған кесіпкеннен, жерім жоқ ет інімнен сезіктенген. Мана бақын секілді мұрным созған, мұхтардың да арқасы қосып келген. Айтпақшы сол манаппен айтысында, Тәушен апам оқ бойы озып келген. Ол мұрында бекерге созылған жоқ, оны да Тәушен апам созып берген. Сырт көзге көрінгенмен қопал ұқсап, сырт көзге көрінгенмен қопал ұқсап, бұл мұқан отырып ап оталықша. Қысқа мойын Мұхтардай інімізге қысқа жауап берейін апам ұқсап. Бойының ұзындығын көрмейсің бе, кәштемі көрінеді шапан ұқсап. Мойнымды созам дейді, мойыны бір аққудың мойныменен қатар ұқсап. Мойныңның ұзындығын білеміз ғой, мұрныңды соза берсей атам ұқсап. Айқаяқы Бекеге жүрмейді ғой өкпетегі, бұл кістеден мысқылдар көп кетеді. Аққудай мойның бар ма деп отырсыз, жай адамды отырар тектетеді. Әйтеуір шәуілдірге созған кезде, аққудан ұзын мойның боп кетеді. Туғанда таласатын табанды сәт, аса құшақ жаймадау, ағам маған жаймадау, ағам құшақ. Көрінгенге жүгерер мен емеспін, қарайғанға соқтыққан қабан құсап. Аққу менен мойның қатарма деп, сұлулықта бердің ғой бағам құсақ. Әркімнің өзінің бар кемшілігі, сондықтан сілтей берме маған құшақ. Мойнымды мойындамай отырсын ғой, өзіңде бір бота көз адам құсап. Қалжыңға болсам дағы ұстанақты, алға қойып сөйлеші күш талапты. Әрине мен манапқа еліктеймін, дәл сондай ақынбыз ғой құс қанатты. Ал Тәушеннің шынаты тәуір көз ғой, Тәушенлеп кейін қысқалапты. Ал енді сіздің көзге қарап тұрсақ, көрмейдірміз дәл ондай біз талапты. Қайтейін бір кем дүние деген сөз бар, көп жеріңіз апамнан тыста қапты. Менің мұрным манапқа ұқсағанмен, сенің көзің Тәушенге ұқсамапты. Бойымнан соққан менен өлеңділей, біз келгенде бойлайды төбеңдірей. Ер мұрынды келеді манаптардың, танауы туғаннан ақ көлемді ғой.
Созғанға созылатын мүше бар ма? Қазір ондай түсінік көнерді ғой. Сондықтан да танауын манаптардың тәушен созып беріпті дегенді ғой. Арна болар халыққа нұрлы жырын, бейнесіндей болды ел бірлігінің. Кеңестік кел заманда өмірсізді, өзі де өтіріктеу шындығының. Манаппенен айтса қауқылдасып, қалжыңға арасында кірді мұрын. Менің шолар жүрді ғой әзілдесіп, ақтарып ішіндегі кірді бұрын. Қалжыңмен мойын демес, мұрын демес, ғұмырларын ұзартқан бір-бірінің айқаяқы. Көзімнің көптен көрмей қылый жағын, біздерге жасасаңшы бір ұйғарым. Безбүйрек ақын дейді жұрттар сізді, бетіңде тұрмаған соң нұр иманың. Өзің қатал, шәкірттерің жұмсақ, бірақ шариғаттың игерген діни жағын. Мысалы тілеулейіп тұрарлардың мақтадай жұмсақ қылған шілей жанын. Басқаларды білмеймен мен өз басым кеше кешке шығардым бір ұйғарым. Түркістандан бір елі бір ері бар, бірі төрін сұнған бір үй жағын. Қашан келсен қандай көп күтіп алған, тұрар мен отырарға ризамын айқаяқы. Қасында қарсыласты түйрегенде, сөз емес қосу керек миды өлеңге. Қасаннан шәкірт ұстаз мектебі бар, оңтүстігім аяулы сүйген елге. Сізге қанша Қаныбек көмектесті, жыр дегенде, көлікпен үй дегенде. Маржанға Әсел апам көмектескен, айыста шығып талай түйрегенде. Жақсы шәкірт жарар жақсы ғой сүйінгенге, жаман шәкірт жарамас сүйрегенге. Аңмарал апамызға берілді ғой, ел мен жұртқа олжамен сый дегенде. Бегарыс бірдеңеге таң қаламын, құрғалы бейнеден де түймеден де. Сонша Тәушен апам Каримаға домбыра бер, толтыр деп осы менен миды өлеңге. Сонша ұстаз, сонша нәрсе таратқанда, анарларға ештеңе тимеген бе айқаяқы. Шықты ғой безбүйрек деп безбен тұстан, екеуміз боп кетпей білезде дұшпан. Көзіміз қысық болса ештеңе емес, өмірде ең жаманы сөзден қысқан. Құдайдың құдіретіне амал бар ма, сені мойын бекеңді көзден қысқан. Мұхажан белгілі ғой шабар шаман, білсем де қатты қайран болам саған. Мыналар мені дымсыз қалдырды деп мұңын шағып барды ма анар саған. Мен осыған шынымен таң қалам ғой, ағаңыз ар ойынды аңдаған ғой. Әселхан мен Тәушендер барлық қызға өзінің махаббатын арнаған ғой. Шәкірттерден аямай ештеңесін, қолын қақпай жүректен толғаған ғой. Тәушеннен домбыралы Кәрималар өнерін әлмен қарай жалғаған ғой. Апалардан ала берген дұрыс деп апалардан қалған қыздар қармаған ғой. Анарда Әселханнан ақбат алып, бірақ затта ештеңе алмаған ғой. Әжетке жарайтығын заттың бәрін бұрынғы жалмауыздар жалмаған ғой. Әселхандар бермейін деген жоқ қой.
Беретінде ештеңе қалмаған ғой айқаяға. Ешкімді айтпаймыз ғой алалап жүр. Ақынның талантын жұрт бағалап жүр. Жұрттың көбі Кәрима Оралова Тәушеннің шәкірті деп шамалап жүр. Апам оған домбырасын беріп еді, айтсын деп алталашты аралап жүр. Ал Кәрима ауылдан ұзақ шықпай Шымкенттің айналасын жағалап жүр. Азаннан кешкі мына қыз қасиетті домбырамен айтпадау елде шығып даралап жүр. Бар болғаны айналып Шымқаланы Бөрібай Оразымбетті сабалап жүр. Шындығы осы бола сұрағанмен басында тұра бермес мына дәурен. Кәрима бұлыс маған ұнамайды, Бөрібай Оразымбетке ұнағанмен. Мысалы сен апамның домбырасын анарға бермейсің ғой сұрағанмен. Апамның домбырасымен Алтай арқа Атырауда айтсам қуанар мен. Қазыға тіл тигізді демеңіздер. Бұрыннан таныс едім бұл адаммен. Апам саған домбыра берген жоқ қой. Салғыласып жүрсін деп бір адаммен айқаяға. Көңілің қанша жерден алаң болса, апамыз арада жоқ амал қанша. Тәушеннің нақ шәкірті Кәрима ғой. Шіркін ай бақ жұлдызы жанар болса, Әселханның бір қызы Маржан еді, бір қызы Мәриям мен Анар болса, Гаухар деген қызы да Қайрат деді, қайта айналып үйірін табар болса. Айтыс деген намыстың майданы ғой, намысқа шапқан қазақ шабар болса, отырардың намысын өлтірмейді, апасының қыздары аман болса айқаяғы. Басқадан өзгеше деп талғамдарын білеміз шайырлардың таңдалғанын. Кешегі президентті ұлықтауға көрдік қой топ ақынның барғандарын. Әлемдік желі түгел әйгіледі, әлем жайын суреттер салғандарын. Тоқаевқа қолдарың жетпеген соң Жигули бопты ортаға алғандарын. Жигулимен суретке түсілмеді топырлап барғандағы армандарын. Ұзын сөздің қысқасы ақталды ма, боранда 2-3 күндей сандалғаның. Тоқайып не деп жатыр, мұқият тыңдадың ба толғамдарын. Сен бәрін біледі деп ойламаймын, айтып отса есімде қалғандарын айқаяға. Албеке олай қатты кетпегейсің, ел алдына шыққанда төкпелейсің. Анарды айтсам айқайлап Кәримаға, айтысқа шықпай жүрсің шеткедейсің. Қазыларының бәрімен айқастың ғой, без бүйректесе тағы өкпелейсің. Айтыстың сәні келмес қыз баласыз, қабағың біре емес 100 бағасыз.
Мен анарға расында риза болам. Егізге ана болған ізгі анасыз. Солардың ақ батасы дарыған ау. Жеміс төккенсіз қазір күз ғанасыз. Сондықтан сыйлық жоқ деп уайымдама. Солардан келіп жеткен із боласыз. Әл-Фараби кітапханаға директорсыз. Тапсырма берсе әрине мұз боласыз. Әл-Фарабиден кітап алған адам көп қой. Кітапхана ақ болған сіз ғанасыз. Айқаяғы. Айтысты бола онда қалай бұз аламыз. Самайға тығып отыр біз ағамыз. Ойымда қалғандарын айт дедің бе, қысқарар жерде қалай ұзарамыз. Айтарым осы болсын өлеңдегі, Қасекең болашағым кемелдеді. Қаншама жоспарымен бөлісті ғой, қалғанын уақытында көрем деді. Ішінде жанымызды жадыратқан, халыққа қарасу болып төмендегі. Алла жазса қаншама миллиондарды ауылдарға аямай бөлем деді. Мен де оның маңызын айқын білдім. Келмейді ақ ниетке лайтын тұрғым. Содан бері аузыма бір тыным жоқ. Көп ақшаның бөлетін кайфын білдім. Ауылдарды көтерем деген сөзін ауылдарды аралап айтып жүрмін. Айқаяғы. Енді кішкене ойлап тұр Мұхтар қайғы. Көп ақша жемқорларға жұқ болмайды. Жемқорлардың аузын бітемесе қанша триллион болса да түк болмайды. Сол баяғы бейшара қалпы болар. Ауылдың шаңыраққа құт қонбайды. Бізде көп шенеуніктер аттан жаман. Ел халқын қиындықтан құтқармайды. Атаулаған жерінде түк қалады, ал олардың артында түк қалмайды. Айқаяғы. Көрдік қой сондай талай тайқарбайды. Құйрық сұқса қолынан майтанбайды. Ауыл деген қазаққа алтын тамыр. Олай емес деп ешкім айта алмайды. Астыңдағы тамырың шірісегер, үстіндегі жапырақ жайқалмайды. Айқаяғы. Ұнамаса да Тоқаевтың ісі барлық. Көп сөздері бар екен тұшынарлық. Кішкене сөздерінен тыңдап алдық, ішетін тамағынан ішіп алдық. Ауылдарды қолдайым деп ашып айтты, түсінетін жерлерін түсін алдық. О, ендеше біз ауылды қолдайық деп Жигулимен суретке түсіп алдық. Айқаяғы. Bir türlü iş жасапсың, бірде екі рет. Бекеңе сөз қылуға бұл жетіп еді. Жигулимен суретке түстім дейді. Сол хабар бәрімізге шын жетіп еді. Ол суретті көшеге елейік де, Мұхтардың Жигулиге құрметі деп. Содан кейін астына жазыңыздар, Жигули мен Тиконың суреті деп. Айқаяғы. Елеусіз қалмау керек бекер еңбек. Шаруаға қарамайық шекер еңбек. Біздің билік халықтың алдындағы перзенттік парызын өтеген жоқ. Бұрынғы патшамызда көп айтушы еді, ауылды көтерем деп. Қолындағы биліктің буыменен көпіріп сөйлейтұғын көкелер көп.
Тоқаевтың айтқан сөзі ауылды жақсылыққа жетелер деп. Тезірек әрекетті жасамасақ, бір дауыл алып кетер төтеден деп. Онсыз себебі бізде талай ауылда, себебі теңселіп тұрған талай ауылдар бар. Көтерен қой секілді көтерен болай аяға. Сездік қой жоғарының толқындарын, білемін өзіңше ой қортылғанын. Бұл сарайда әдет бар баяғыдан, жақсының асыратын нарқын мәнін. Білемін қастер тұтып керсең тіңді, биікке шығаратын салдың бәрін. Жазда осы сарайда тойлағанбыз, шаттығын шақанықтай нар тұлғаның. Күні кеше көрдік қой бұл сарайдан, көпеннің соңғы көші тартылғанын. Ал бүгін Тәушен апам тойын жасап, жүзіңнің көріп тұрмын жарқылдарын. Қырықтың қырқасына келсем дағы, ағайын сол баяғы қалпымдамын. Дүние алма кезек дегенменен шаттықтың қаламаймын сарқылғанын. Ақ пен қара айқасқан дүниеде, аман есен жүріңдер алтындарым айқаяға. Албеке артық сөзден ұтылмайсың, орынсыз жүгеніңді сыпырмайсың. Жиголи мен Тиголың суреті деп тұратын кезде неге тыпырлайсың? Шілденің шуағындай болсы десем, қаңтардың аязындай сықырлайсың. Жиголиге қанша адам дауыс берді, дей алмаймын оны берген бүтін қайсың. Көк көзді көршің өтір бір жағында, саясат ойнағаннан ұтылмайсың. Жақын маңда орыстан құтылмасаң, Жиголи атаулыдан құтылмайсың. Айқаяқы сондықтан да жайнасын ауыл бүгін, шағылмасын ешқашан тауың бүгін. Қаншама қарсылас боп келсем дағы, бауырды ұмытпаймын бауырлығын. Бекарыс ағам менің аман жүрші, мен сенің бола алмаймын жауын бүгін. Тәушен апам даңқартып оза берсін, көтеріп өлең жыры дәуір жырын. Алағайын ендеше аман сау бол, көтерген бар бейнеттің ауырлығын. Керегедей кеудеде кеңдігімен, шаңырақтай көтерген шәуілдірім айқай.